Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәруменге бай салаттың түрін көрсетемін. Бұл салат өте қарапайым заттардан жасалады және дәмді болып шығады. Ол үшін бізге бір орташа қызылша, бір көк пияз, бір кішірек кесе жүгері және майонез қажет. Алдымен қызылшаны қайнатып, осылай төртбұрышлап турап аламыз. Мен осылай тарелкеге барлығын дайындап турап алдым. Майонезімізді мөлшеріне қарай қосамыз. Бұл салатты әр уақытта дайындасаңыздар болады. Мерекелік дастарханға да әдемі көрініс береді. Күнделікті жай күнге де жасасаңыздар өте дәруменге бай, гемоглобинді көтеретін салат. 5 минутта жасалады. Алдымен тарелкеге көк пиязымызды әдемілеп бір шетіне қарай саламыз, жайғастырамыз әдемілеп қасықпен. Артынан қызылшамызды саламыз. Осылай мөлшеріне қарай дайындай бересіздер. Егерде бұл бір порцияға арналған, айтқандай менің каналыма лайк басып, тіркеле кетіңіздер, және де қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Енді артынан жүгерімізді саламыз. Әдемілеп жайғастырамыз. Осылай әдемі көрініс болды. Және де ортасына майонезімізді құямыз. Құрғақ болмайтындай орташа мөлшерде қосасыздар. Енді салатымызды араластырамыз. Дастарханға қойғанда алдымен осылай әдемі түрінде қоямыз. Кейіннен осылай артынан араластырып алсаңыздар болады. Міне осындай қызылшаның қызыл сөлі шығып, салатымызға осындай әдемі әр береді. Сонда сочный салат, әдемі дәмі, жүгерінің де дәмі барлығы бір-біріне үйлесімді. Әдемі салат жасап көріңіздер. 3 қана заттан тұратын 5 минутта жасалатын салат. Небәрі 5-ақ минут уақытыңыз кетеді. Бірақ өте дәруменге бай салат. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау